Қазіргі білім беру саласында педагогтардың кәсіби біліктілігі аса маңызды болып отыр. Ал кәсіптік бірден келе салмайтындығы белгілі. Шығармашылық ізденіс қабілеті дамыған жаңа педагогикалық технологияларды жете меңгерген мұғалім білім беру жүйесіне аса қажет. Мұндай қажеттіліктерді шешуде мұғалімдердің желілік қоғамдастығы маңызды рөл атқаруда. Алматы облысы Талдықорған қаласының бірнеше мектептерінен нақтылап айтсақ, номер 1-ші, 2-ші, 4-ші, 8-ші, 13-ші және 18-ші мектеп мұғалімдерінен құралған көшбасшы желілік қоғамдастығы өз жұмысын ұйымдастыруда білім алушылардың өз бетінше білім алуын ынталандыру мен дамытуға бағытталған диалогтық оқыту арқылы сыни ойлауын арттыру тақырыбын басшылыққа алуда. Желідегі мұғалімдер бір-бірімен ой бөлісу, ақпарат бөлісу, тәжірибе алмасу, ынтымақтастықта болу арқылы білім біліктерін дамытып, кәсіби шеберліктерін шыңдайды. Өзекті мәселелерді бірлесіп шешу, үздік педагогикалық тәжірибелерді тарату, тиімді әдіс тәсілдерді енгізу олардың басты бағыттары. Өздеріңізге белгілі, заман талабына сай, қоғам өмірінде заманауи технологияларға деген қажеттілік күн санап өсіп келе жатыр. Басқа білім мекемелерімен ынтымақтастықта болып, түйткелді мәселелерді бірлесе шешу, оқу мен оқытуда жаңа әдіс тәсілдердің ең тиімдісін таңдай отырып, оларды тәжірибеде қолдану сапалы білімін апарар бірден бір жол. Өйткені жаңа әдіс тәсілдерді оқыту үдерісінде қолданудың маңыздылығы артып отыр. Аталған мүмкіндіктерді тиімді ұйымдастырылған сабақ арқылы қолдану бүгінгі білім саласындағы мақсат міндеттерді шешпек. Қоғамдастық мүшелері мұндай жұмыс тәсілінің оқыту мен оқуда нақты өзгерістердің орын алуына ықпалын тигізетініне сенеді. Желілік қоғамдастық құрамындағы мектептер өздерінің даму басымдықтарына байланысты жоспар құрып, онлайн тәртібінде шеберлік сыныптар, орта мерзімді тізбектелген ашық сабақтар, коучингтер, ата-аналар мен жұмыс, оқушылар мен іс-шаралар өткізуден тұрады. Жоспарланған шараларды жүзеге асыруда жұмыс топтары өз функцияларын жете түсініп, қоғамдастық мүшелерін бір мақсатқа жұмылдыра білулері қажет. Қоғамдастық жұмысына мониторинг жасап, талдап отыру, әр іс-шарадан кейін кері байланыс алу, аралық бақылау жасап, деректерді салыстырып, қоғамдастықтың жұмысының ықпалын анықтап отыру қоғамдастық мүшелерінің басты мақсаты. Олар қоғамдастықтағы мектептер мен сенімділік орнатуды басты назарда ұстайды.
саятындағы номер 1 орта мектеп гимназиясы тірек мектеп болып саналады. Бұл желілік қауымдастықта жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында түрлі деңгейде дөңгелек үстел, ашық сабақ, коучингтер өткізіліп, жоспар бойынша жүйелі түрде өткізіліп тұрады. Өткізілген шараларда мұғалімдер өз тәжірибесімен бөліседі, еркін бір-бірімен пікір алмасады. Профессиональное сетевое сообщество – это прежде всего установление доверительных отношений между коллегами. Это распространение передового педагогического опыта, это внедрение новых технологий. А также учителя принимают активное участие в запланированных мероприятиях. Также сетевое сообщество позволяет создавать общую копилку методических и дидактических материалов. This community play an important role in collaborating with schools. With the help of this community, we can interact with other schools, analyze actual problems. With the help of this community, teachers can share with their methods, with their best ideas, and of course with their experience.